Нерме 9-шы сынып оқушылары, бүгін біз 21-ші жаттығуды және үй жұмысын орындаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бірінші есептен бастап шығарайық. Бірінші бізде ауызша сұрақ, ғарыш кемесінің тежелуі қалай жүзеге асады дейді. Ғарыш кемесінің тежелуі үшін жану өнімі немесе атқылап шығатын газ зымыранның қозғалыс бағытында болуы керек дейді. Енді екінші есеп, бізде массасы 200 грамм. Ғарыш кемесі моделінің максимал көтерілу биіктігі 12,8 метр болады. Оны іске қосқан кезде зымыран сопасының газының ағу жылдамдығын анықтаңдар, яғни газдың жылдамдығын анықтау керек. Отынның массасы 0,5 болады, ауаның кедергісін ескермейміз дейді. Яғни бірінші мына жерде 200 граммды килограммға айналдырамыз, ол бізде 0,2 килограммды береді. Енді ғарыш зымыранының формуласын жазайық. Жылдамдығының формуласы бізде В газ тең М нолевой бөлінген М минус М0. Осы жердегі бізде М-іміз бұл мынау кеменің массасы мен отынның массасының қосындысына тең болады. М кеменікі қосамыз М отындікі сонда тең болады 0,2-ге 0,5-ті қосамыз деген сөз. 0,7 килограммды береді екен. Енді мына формуладан біз мына В-ны табамыз, яғни газдың жылдамдығы. В газдың жылдамдығы бұл тең болады В зымыранның жылдамдығы М минус М нолевой бөлінген М нолевой. Енді бізде мына жақта зымыранның жылдамдығы жоқ, бірақ бізде максимал көтерілу биіктігі бар. Оны табу үшін біз мынақа жазамын, H тең В квадрат бөлінген 2G деген формуланың В-ны тауып аламыз. Бұл бізде түбірдің астындағы 2GH-ты береді екен. Енді осы жерде формулаға қойсақ, 2 көбейту 10 көбейту 12,8. Осыны түбірден шығарғанда бізде 16 метр секунд қалады екен. Бұл біздегі жылдамдық 16 метр секунд. Осыны мына жерге қоямыз. Сонда В тең болады 16, М бізде 0,7, М нолевой 0,2, осыны бөлеміз 0,5-ке тең болады. Мынау барлығын есептеген кезінде 6,4 метр секунд шығады екен. Жауабы осы. Енді екінші үй жұмысын шығараймыз. Бірінші сұрақта қарудан оқ атқылаған кездегі қозғалысты реактивті деп есептеуге бола ма дейді. Себебі мына жерде қарумен оқты атқан кезде оқ алдыңғы жаққа қарай қозғалса, қару адамның иығын артқы жаққа қарай итереді дейді. Сол себепті біз реактивті деп айта аламыз. Енді екінші есепті шығарайық. Бізге зымыран және отынның қатынасы берілген, ол 1/6-ға тең болады. Газдың жылдамдығы берілген 8 метр секунд. Енді максимал көтерілу биіктігі және зымыранның массасын табуымыз керек. Зымыранның жылдамдығын табуымыз керек. Енді бізде формула былай, В зымыран бөлінген В газ тең болады М нолевой бөлінген М минус М нолевой. Енді осы жерден біз мынау М-ді табуымыз керек. М-ді табу үшін зымыранның массасы мен М0 отынның массасын қосуымыз керек. Енді мына жақтан қарап тұрсақ, зымыранның массасы бізде 1/6-ға тең, яғни М зымырандікі ол 1/6 М0-ге тең болып тұр. Сонда біз мынаны жазамыз, 1/6 М0 қосу М0 деп жазады екенбіз. Сонда бізде ортақ бөлімге келтіреміз, сонда 7/6 М0 болады. Енді осыны мына формулаға қоямыз. Бұл жерде біз зымыранның жылдамдығын табамыз. Зымыранның жылдамдығын табу үшін М0 В газдың жылдамдығы М0-ға көбейтеміз. М үлкен масса, бұл 7/6 М0-ге тең, азайту М0. Сонда тең болады, мынау 8-ге тең жылдамдығы, көбейту М0. Бөлеміз, мына екеуін ықшамдайтын болсақ, 1/6 М0 шығады. Осы жерде бізде М0-дар қысқарады. Сонда 8-ді 6-ға көбейтеміз, 48 метр секунд шығады екен. Енді H-ты табуымыз керек, максимал көтерілу биіктігі, ол бізде В квадрат бөлінген 2G-ға тең. Мынау зымыранның жылдамдығын аламыз. Зымырандық жылдамдығы жаңа таптық 48, 48-дің квадратын 20-ға бөлеміз. Өйткені G бізде 10 метр секунд квадрат деп алынған. Тең болады 115,2 метрге. Жауабы осындай. Соңғы үшінші есепті шығарайық. Бізде массасы 100 килограмм тыныштықта тұрған арбадан массалары 40 килограмм болатын екі бала кезектесіп бір бағытта 1 метр секунд жылдамдықпен секіріп түсті дейді. Енді арбаның жылдамдығы қалай? Яғни мына жерде арба болсын. Осы жерде екі бала бар. Екі бала тұр.
Так, былай салайық. Енді біреуі біріншісі секіреді, иә, в бір жылдамдықпен. Сонда бірінші ситуация үшін жазамыз, яғни бірінші бала үшін жазамыз формуланы. Так, ол М1, В1, яғни импульстың сақталу заңын бірінші бала секіргенге жазамыз. Ол бізде М арба 2. 2 деп қойғаны, бұл екінші бала бар ішінде әлі. Сол үшін 2-ні жазамыз. Көбейтемін В арба 2, иә, тоже екінші бала бар кездегі. Енді осы жерден бізде В-ны табуымыз керек. Мына ВА2-ні, иә. ВА2, так, ВА2 ол тең болады М1 В1 бөлінген МА2. Енді осы жерде МА2 дегеніміз ол екі арбаның массасы мен екінші баланың массасының қосындысына тең, иә. Өйткені арбаның ішінде бар екінші бала әлі. Өйткені олар кезектесіп секірді. Сол үшін МА2-ні біз М арба мен М екінші баланың массасын қосамыз. Сонда М1 бізде 40, көбейтеміз 1, жылдамдығы бірінші баланың, екіншісі 100, астына қосу 40. Өйткені екінші баланың да салмағы 40-қа тең, бұл жуық шамамен алғанда 0,3 метр секунд болады екен. Енді одан кейін кезектесіп екінші бала секіреді. Тоже осылай екінші бала секіреді. Мынау секіріп болды. Енді екінші бала секіреді. Екінші бала секіргенде М1 болады. М1 М2, то есть, так, М2 В2 тең уже МА арба өзі қалды, иә, ВА қалады екен. Так, енді осы жерде мынау В-ны табамыз. Так, былай жасайық, мына жерде арбаның жылдамдығы штрихпен берейік, иә, өйткені біз мынау А-нікі ол басқаша болады. Сол үшін штрих қояйын. А М2 В2 бөлінген М арба. Сонда М2 бізде 40, көбейту 1 бөлінген 100-ге, иә, сонда 0,4 метр секунд. Екінші бала секірді. Енді жалпы жылдамдық сонда бізде болады ВА2 мен А' екеуінің қосындысы, яғни 0,3 метр секундты қосамыз 0,4 метр секундқа, сонда 0,7 метр секундты береді екен. Жауабы осы болады.